أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алланың әмір еткен парыз амалын орындауға, алыстан жақыннан Алланың қасиетті мекені мешітке басып келген қадамдарыңыздан Алла тағала сауаптан жазсын. Сауабын бір Алладан үміт еткен күйде ұстап жатқан оразамызды Алла тағала қабыл етсін. Қияметте қабыл болған амалдардың қатарынан қылып, сауабын еселеніп берілуін баршамызға нәсіп қылсын иншалла. Қазақ халқында мынандай бір керемет жақсы сөз бар. 10 күнәнің 9-ы тілден екен дейді. Яғни біздер адам баласы жаратылыстан, біздің фытратымыз, жаратылысымыз күнә істеуге өте бейімді жаратылыс болып есептелеміз. Күнімізде де өзіміз, біздер осы мұсылмандар, намазхан бауырлардың арасында да күнделікті өзімізге, өз өмірімізді есепке алу деген нәрсені ұмытып қойып жатамыз. Хазіретті Омар радиаллаху анхудың керемет сөзі бар. Қиямет күні есепке тартылмай тұрып, осы дүниеде күнделікті өзіңді есепке ал деген. Біз мынау жалған фәниде күнделікті өмір сүріп жүріп, мына аузымыздан неше түрлі сөздер шығып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның барша үмметіне ескерткен керемет хадисі бар. Кім Аллаға және де ақырет күніне иман келтірсе дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр, құрметті жамағат. Кім Аллаға және де ақырет күніне иман келтірсе, ол адам жақсы сөз сөйлесін, жақсы сөз сөйлей алмаса үндемесін дейді. Пайғамбарымыздың бұл хадисін естіген пайғамбарымыздың әс-сахабалары күнделікті тұрмыс тіршіліктерінде мен сондай бір пайғамбарымызға ұнамайтын, болмаса өзімнің дін бауырыма ұнамайтын жаман сөздерді айтып қоймайын деп ауыздарына тастардың қиыршықтарын салып жүретін болған екен, құрметті жамағат. Ал біз күнімізде аузымыздан шығып жатқан сөздерге мән бермейміз. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің әс-сахабаларын жинап алып былай деп сұрайды: сендер ғайбат дегеннің не екенін білесіңдер ме дейді. Сонда Алла елшісінің сахабалары Алла және оның елшісі білет деп сөзді пайғамбарымызға аударады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғайбат дегеніміз ол өзінің дін бауырын, қандай да бір бауырын мазақ қылу, бір нәрсемен теңеу, соның сыртынан әңгіме, сөз айтуды ғайбат дейміз дейді пайғамбарымыз. Сол жерде отқан сахабалардың бірі: я Расулалла, егер біз айтып жатқан кемшілік сол дін бауырымыздың бойында болса ше, ол да ғайбат болып есептеле ма дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: егер сендердің айтып жатқан сөздерің сендердің дін бауырларыңның бойында болса, ол ғайбат болады. Ал егер сендердің айтып жатқан сөздерің ол дін бауырларының бойында болмаса, ол жала болады дейді. Бұл екеуін де Алла тағала күнәлардың үлкенінен қылған дейді. Міне құрметті бауырлар, біздер күнімізде екі мұсылман бірігіп қалсақ, үшіншімізді әңгіме қыламыз. Біз күнімізде осы ғайбат деген Алла тағала тыйым салынған ғайбатқа көп мән бере бермейміз. Ғайбат бір бауырымызды сыртынан әңгімелеп жатқан уақытта бір жүрегімізде Алла тағала тыйым салынған мына бір күнә амалдардан ғой деген жүрегімізге ешқандай бір ойда келмейді. Қасиетті Құран кәрімнің аяттарында Худжрат сүресінде Алла тағала барша құлдарына былай деп ескертеді:
Аузу биллахи минаш-шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. Ей иман келтірген құлдарым дейді. Осы аятқа мән беретін болсақ, пайғамбарымыз Алла тағала бұл жерде ей екі жүзділер деген жоқ, болмаса басқа дін өкілдері деген жоқ. Ей иман келтірген құлдарым, күмән нәрселерден бойларыңды алыс ұстаңдар, себебі күмәннің көбі күнә болуы мүмкін деп Алла тағала біздерге ескертіп тұр. Ал келесі аятта وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Сендер бір-бірлеріңнен кемшілік іздемеңдер, және бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар дейді. Яғни сырттарыңнан сөз айтпаңдар дейді. Ал келесі аятта أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Кімде-кім қалай ма дейді, өзінің дін бауырының етін жеуді дейді. Яғни біз қандай да бір өзіміздің бауырымыздың сыртынан сөз айтып ғайбаттайтын болсақ, ислам шариғатының үкімі бойынша біз ол бауырымыздың етін жегенімен теңдей болады екенбіз. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді, қиямет күні Алла тағаланың құзырында, махшар алаңында жиналған уақытта осы ғайбат айтатын адамдар Алланың құзырына барған кезде Алла тағала сол адам тірі кезінде қандай да бір бауырының сыртынан ғайбат айтса, соның өлі денесін алдына әкеп тастайды екен. Міне, сен енді осының етін же деп айтады екен Алла тағала. Себебі сен бұны тірі кезінде сыртынан үнемі әңгімелеп, сыртынан сондай ғайбат айтып, етін жеген болатынсың дейді. Міне құрметті бауырлар, осы күнімізде бұл нәрсе байқаймыз, өзімізде де, өзіміздің дін бауырларымыздың арасында да ғайбат деген Алланың тыйым салынған амалдарына көп мән бере бермейміз. Бұл ғайбат адам баласын екі дүниеде де азапқа ұшыратын қатерлі дерт. Бұл ғайбат айту деген бұл адамның бойындағы бір дерт болып есептеледі, құрметті бауырлар. Сондықтан да сол қиямет күні есепке дейін өзіміз сол қияметке жақсы амалдарды жұмсайық. Қазірден бойымызда сондай бір амалдар бізде болатын болса, соны жоюға әрекет жасайық иншалла. Тыңдағандарыңыздан Алла разы болсын. Айтылған уағызымызға баршамызға амал етуімізді Алла тағала нәсіп етсін. Әлхамдулиллахи роббил аламин, бирахматика я архамар рахимин.